Достық каналы бойында Ташкент қаласындағы Сеулмун үлгі жойбары амелге асырылады. Жавохир Синдаров Мехнат Шухрат орденіменен сыйлықланды. Ассаламу алейкум. Өткен хаптедегі хабарларды жарыту мақсатында біз хапте дайджестін баслаймыз. Осы жылдың 17 апрель күні президент Шавкет Мирзиёевтің қатнасуында Халықаралық шахмат федерациясының талабалар турнирінің жеңімпазы Жавохир Синдаровты сыйлықтауға бағышланған салтанатлы марасым болып өтті. Шахматымыз тарихында бірінші мәрте Жавохир Синдаров талабалар турнирінде жеңіске ерсіп, шын мәнісінде тарихи нәтижені қолға кіргізді. Жарыс davomында ол дүнияның ең күшті гроссмейстерлеріне қарсы жоғары шеберлік һәм үлкен мәрттілікпенен күрес алып барды һәм бір мәртеде жеңіліске ұшырамады. 14 партияда 10 очконы топлаған, нәтижеде очколар һәм жеңіслер саны бойынша рекордлар орнатқан шахмат әлеміндегі сирек ұшырасатуын хадисе болып есептелінеді. Президентіміз мәресінде шығып сөйлеп, Жавохир Синдаровты осы тарихи жеңіспенен және бір мәрте қызғын құттықтады. Бұл бүткіл халқымыздың жаңа Өзбекстанның жеңісі екені атап өтілді. Президент парманы менен болса, мүддетінен алдыны жеңімпазлықты қолға кіргізгені үшін 20 жаслы жас шахматшымызға Жавохир Синдаров Мехнат Шухрат орденіменен сыйлықланды. Достық канал бойында Ташкент қаласындағы Сеулмун үлгі жойбары амелге асырылады. Нүкіс қаласындағы Достық каналы бойы бүткілі жаңа көріністе болады. Сеулмун үлгі жойбары тикарында бұл аймақта халық үшін кең көлемді социалдық инфраструктура жарату режелестірілген. Жойбар шеңберінде заманауи дем алу орынлары, ашық хауадағы кеуіл ашар майдалар, пиядалар үшін қолайлы жоллар және қызмет көрсету сауда объектілері құрылады. Бұл жойбардың амелге асырылу режесінде Достық каналы бойы тек қана пайтақ халқы үшін емес, ал қала меймандары үшін да пайызлы орындардың біріне айлануы күтілмекте. Осы жылдың 9-14 апрель күндері Нүкіс қаласынан жәмі 36 хакім жәрдемшілері Андижан, Ферғана һәм Наманган уәлаятларында амелге асырылып атырылған жұмысларменен танысып, тәжірибе алмасу мақсатында бірінші мәрте амели сапарда болды. Дәслеп хакім жәрдемшілері аймақтағы экономикалық рауажлану, іспілермелікті қолап қуатлау, халықтың бәтлігін тәмелеу һәм инфраструктураны жақсылауға қаратылған нәтижелі басламаларды көзден өткерді. Сонында атап өту орынды, президент қарары шеңберінде халықтың бәтлігін тәмелеу һәм іспілермелікті рауажландыру бағдарламасы беріліп атырылған имканиятлардан үнемді пайдалану, жаңа жұмыс орынларын жарату, субсидия һәм кредитлер, кәсіп өнер үйрену имканиятларын халыққа жеткеру бойынша хакім жәрдемшілері аймақлардағы қанегелерменен де тәжірибе алмасты. Бұл сияқты амели сапарлар тек қана Нүкіс қаласы менен шекленіп қалмай, районлардағы хакім орынбасарлары һәм жәрдемшілері арасында да өткерілуі режелестірілмекте. Президент қарарына муафық, ауылдық орынларды тұрақлы рауажландыру жойбары шеңберінде Нүкіс районында кең көлемлі жұмыслар ізбе-із амелге асырылмақта. Атап айтқанда, районның Дарсан Макам бұқаралар жиыны аймағында жайласқан Каттағар қожалықлары аралық каналы көпірінде реконструкция жұмыслары табысылы жұмақланды. Бұл жойбар үшін жәмі 780 миллион сом қаржы ажыратылған һәм Саманбай махаллесінде жол инфраструктурасы жаңаланбақта. Амелге асырылған құрылыс һәм оңлау жұмыслары нәтижесі көпірдің техникалық жағдайы толық жаңаланып, оның беккемлігі һәм қауіпсізлігі сезілерлі дәрежеде арттырылды. Кегеледе 90 орынлық балалар бақшасының құрылысы басланды. Бұл бақша құрылып пайдалануға тапсырылғаннан кейін Кегеле райондағы дерлік барлық аймақлар 100% мемлекеттік балалар бақшасы менен тәмінленген есептелінеді. Президенттің арнаулы қарары тикарында құрылыс басланған бұл бақша Көкөзек ауыл бұқаралар жиыны аймағында 3000-нан артық халықтың перзенттерін тәрбиелеуге қызмет етуі режелестірілген. Сізге жеткенмекші болған хабар һәм жаңалықтарымыз осылардан байрат еді. Келесі хапте біз ұшында, сіз ұшында хош хабарларға толы болсын.